Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен бірге ашыған сүттен жасалатын өте оңай әрі тез дайындалатын дәмді бәлішімізді бірге дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Бір жасағаннан-ақ өте сәтті шығатын рецепттердің бірі. Ең алдымен табағымызға 2 жұмыртқамызды жарып жіберіп, оның үстінен қантымызды салып, венчиктің көмегімен немесе шанышқымен жақсылап араластырып алатын боламыз. Оның үстінен сүтімізді құйып, және сұйық майымызды құйып жібереміз. 1 шай қасықта осылай ас содасını салып жіберіңіздер. Ас соданың дәмі бәлішке яғни шықпайды, уайымдамаңыздар. Тағы да жақсылап араластырып, оның үстінен ұндарымызды салып, тағы да араластыратын боламыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісini басып кетуді ұмытпаңыздар. Менің каналымнан тез әрі оңай жасалатын қарапайым рецепттерді қазақ тілінде таба аласыздар. Міне біздің массамыз осылай дайын болды. Енді мен листімізге фольга немесе пергамент қағазын төсеп аламын. Егер сіздерде болмаса, жай маймен майлап жіберсеңіздер болады. Оның үстінен қамырымызды құйып аламыз. 170-180 градуста 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Өздеріңіздің газдеріңіздің қызуына қарай температурасын қойсаңыздар болады. Міне біздің бәлішіміз дайын. Суыған соң осылай листімізден алып, фольганы ажыратып алатын боламыз. Достар, өте керемет, өте дәмді болып шығады. Балаларыңызға міндетті түрде жасап беріңіздер. Қонақ келіп қалған жағдайда тез дайындап жіберуге таптырмас тәттілердің бірі. Менің видеом сіздерге ұнаған болса, каналыма тіркеліп, және осы видеома лайк басып, төменде өз пікірлеріңізді комментарий арқылы қалдырып кетіңіздер. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазсаңыздар болады. Дайын болған бәліштерімізді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Міне араларда осылай керемет болып піскен. Мен осылай қант ұнтағына сеуіп жіберемін. Сіздермен болған Айнұр, сіздерге ас болсын.